Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Егер сіз егофқа кіріп, осындай экраннан сізге шығып тұратын болса, компьютермен кіргенде NCLR-ді қалай қосамыз? Білмей жатсаңыз, мен сізге көрсетейін. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ол үшін егофқа кез келген браузерді ашып, Mozilla ма, Google Chrome ба, Safari ма, сізде қандай браузер бар, соны ашып, егоф деп, просто орысша KZ деп жаза саласыз, кіресіз. Кіргеннен кейін енді өзіңіздің ECP ключіңіздің қай жерде орналасқанын білетін шығарсыз компьютеріңізде. Егер білмей жатсаңыз, бірінші жаңағы NCLR-ді қалай қосамыз, соны көрсетейін деп отырмын. White-ға басамыз, сол жерде ECP деген таңдаймыз, выбрать сертификат дейсіз. Міне осылай басқан кезде сізге айтады, NCLR-ің қосылмаған дейді. Көп көрермендеріміз осындай сұрақ қойып жатыр екен, NCLR деген не, ол қалай қосам, қаяқтан алам деп. Ол үшін мына жерде көрсетіп тұрғанда бүйтіп басқан кезде сізде NCLR бар ма жоқ па, ол үшін бірінші пускке кіресіздер. Пускке кірген кезде мынандай қарайсыздар, NCLR деген программа болу керек. Міне NCLR деген программа болмаса, сізге компьютеріңізге орнату керек. Ол үшін бірінші компьютеріңізде қандай операциялық жүйе орнатылған, соны білу керек. Ол үшін Windows клавиатураңыздан Windows-ың значогын басып, инсерттің үстінде, ненің үстінде, Page Up-тың үстінде Brick деген пауза, Brick деген кнопка бар. Windows Brick-ті бассаңыз, осындай компьютеріңіздің свойствосы шығады. Сізде қандай Windows орнатылған, қанша разрядтық осы жерден көріп аласыз. 64. Менде мысалға Windows 10 орнатылған. Сіздер өздеріңіздің көріп аласыздар, сол үшін кіреміз. Міне осы жерге кірген кезде сізге осылай шығып жатса, оң жағын басып открыть новые вкладки дейсіздер. Сонда NCLR-дің национальный государственный удостоверяющий центрдің сайтына кіресіздер. PKI.gov.kz деген. Міне осы жерден қандай сізге NCLR Windows-ға керегін өзіңізге скачать етіп алуды ұмытпаңыз. Мысалға Windows 32 бит немесе 64 бит. Көп жағдайда Windows болады. Егер компьютеріңізде Mac орнатылса, Linux орнатылса, не осыларды орнатсаңыз болады. Мысалы менде 64, осы 64-ті жүктеп, осыны басып жүктеп аламын. Маған енді керек емес, орнатылған. Сіздер осылай жүктеп алып, соны орнатасыздар. Енді сағаттың астына түскен кезде осы жерде сіздерде қосылып тұру керек. Жоқ болса, жаңағыдай мен айтқандай пускке кіресіздер, NCLR-ді орнатылғаннан кейін перезагрузка жасауды ұмытпаңыздар. Міне NCLR-ді басасыздар. Басқаннан кейін сіздерде сағаттың астында осылай NCLR-дің значогы пайда болу керек. Міне, көрдіңіздер? NCLR менде қосылып тұр дейді. Перезапустить. Необходим выполнить перезапуск. Я осылай басам. Енді егофқа кіріп, қайтадан обновление жіберем, қайтадан ECP дейм, выбрать сертификат дейм. Міне, сіздерде осылай ашылу керек. Міне, арғарай кілтіңіздің жолын көрсетесіз, осылай егофқа кіріп кетесіз. Ол туралда бөлек видео түсіретін болам. Мен сіздерге жаңағындай қате шыққан кезде, ошибка шыққан кезде қалай NCLR-ді орнатамыз, оны қандай разрядқа орнатамыз, соны көрсетейін дегем. Ең бастысы ұнаса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. егофқа кіре алмай жатсаңыздар, алғашқы қадамдарыңыз осы болады. Сау болайық.